Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келіп, 2018 жылы 8 қазанда Алматы қаласында дүниеден озған. Жазушының шын есімі Шері, қазақтың айбарлы, қайратты, жұртқыш аңы басқа байланысты қойылған. Жазушының Ай мен Айша романы да әдебиет сүйер қауымнан жақсы баға алған шығарма. Әуелі анаңды, тағы да анаңды, тағы да анаңды құрметте деген хадис осы романда шынайы көрініс тапқандай. Бұл шығармадағы кейіпкеріміз Айша қосағынан ерте айырылып, тағдырдың қасіретін тартқан, тауқыметі көп, отбасының қамы үшін өз жанын отқа да суға да салған ана. Айша тағдыр талқысында жігері мұқалмай, балаларына өмірін, адами мәнді жұмыстарға араласуына бағыт-бағдар берген намысқой, жігерлі, төзімді қазақ әйелі. Күйеуі Мұртаза тұтқындалғаннан кейін 3 баласымен қалған Айша ана қиыншылықтың азабын, жалғыздықтың зардабын шегеді. Арсыздықпен арпалысып, 3 баланың болашағы үшін күреседі. Аштықты сездірмеу үшін Чараскіде ұйықтаған Барысқан, әкесінің не екенін Айшаға сездірмеу үшін апасының тілін алған. Қиял заманда өмір сүрген бұл шығармадағы Шерхан Мұртаза Барысқан еді. Айшаға күш беруші ол жаратушы, ал дарытушы Ай. Осы шығарманы оқуға барлықтарыңызға кеңес беремін. Сәлеметсіздер ме? Үш аю жетесінің бүктірейін қабылыңыздар. Сіздер ағайы қандай жамандық істегенін білесіздер ме? Білмейсіздер ме? Онда бірге тамашалайық. Ағайудың өзінен әлсіз аңдарға әлімжеттік жасауы жаман іске баулу. Ағаю түлкіді, қасқырды, өз пайдасын асыруды ойлап, үнемі күш көрсетуі және достарын әлімжеттік жасағаны үшін достарынан айыруы. Біреуге ораза өзің чесің. Осы мақал үшінші аюға айтылғандай. Барлық аңдар оған қарсы шықты. Ал қасқыр болса, бауырларын шақырып, оны қорқытпақшы болады. Аю қорқытқаннан ағаш басына мініп кетеді. Қиналған сәтінде достары жанынан да болады. Өзіңнен кіші әлсіз жандарға әлімжеттік жасауға болмайтынын ағайы түсінді. Балалар, сіздерге айтар кеңесім, ешкімге әлімжеттік жасауға болмайды. Бүктірей ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.